Күндердің күнінде дәулетті Әсия есімді әйел болыпты. Ол жеке жұмыстарымен көлігіне мініп жолға шығады. Алайда діттеген жеріне жете алмай, жолда көлігі бұзылып қалады. Әйтсе де жұмысын бітіру үшін жолда қол бұлғап басқа көліктерді тоқтата бастайды. Бірақ ешкім тоқтай қоймайды. Бірнеше уақыттан кейін кенет аспан күнеріп, жаңбыр жауа бастайды. Әсия болса судың астында қалады. Кеш болып қалған еді. Содан Сәбит есімді бір жас жігіт келіп, Әсияның әбден әбіржеген түрін көріп, оны жеткізіп тастайын деп тоқтайды. Әсия болса көлікке мініп, Сәбиттің үстіндегі киімдері ескі екенін байқайды. Жол қысқарсын деп екеуара әңгіме құрады. Сәбит болса жалға көлік алып, такси жүргізу арқылы несібесін тауып жүргенін айтады. Сәбиттің аузынан шыққан әрбір сөзі оның тәрбиелі, жақсы жан екенін көрсетеді. Әсия болса мұны байқап, керек жеріне жетіп алғасын, сұраған жол ақысын беремін деп ойлайды. Содан не керек, Әсия деген жеріне жетіп, жол ақысының қанша болғанын сұрайды. Сәбит болса, мен жолда қалған адамның жағдайын пайдаланып ақша табатын адам емеспін. Ештеңе берудің қажеті жоқ. Қайта жақсылық жасаған болып қалайын. Бастысы, мен ризамын. Сіз де өз кезеңізде бір мұқтаж адам көрсеңіз, оған міндетті түрде қол ұшын созуды ұмытпасаңыз екен деймін дейді. Мұны естіген Әсия оның жақсы адам екеніне тағы көз жетіп алғысын білдіреді. Сосын ол жаңбырдың астында қалғандықтан бір шаңа тоңып қалған еді. Жылынып алу мақсатында үй жағында орналасқан кафеге кіріп, кофе ішіп алуды көздейді. Жанына аяғы ауыр даяшы жақындап тапсырыс беруді өтінеді. Даяшының шаршаулы халін көріп, жаны ашыған Әсия: "Сіз мұндай жағдаймен неге жұмыс жасап жүрсіз? Үйге барып жатып демалмайсыз ба? Мұныңыз не?" дейді. Сонда даяшы ыңғайсызданған күй танытып: "Расымен де менің босанатын уақытым жақындады. Алайда өмірге перзент алып келгеннен кейін оның жағдайын жасауға қаражат керек. Сондықтан аз да болса сол уақытқа жағдайымды жасайын деген мақсатпен жұмыс жасаудамын", дейді. Мұны естіген Әсия әлгі Сәбиттің айтқан сөзі есіне түсіп, даяшыға жанашып, тапсырысын ішіп жеп болғаннан кейін үстелдің үстіне қомақты ақша мен бір жазба хат тастап кетеді. Біршама уақыттан кейін даяшы келіп ақшаны көреді. Сосын жанындағы жазбаны оқиды. Онда: "Мынау сізге менің берген аз да болса жәрдемім болсын. Бұл өз кезегінде күтіп жүрген перзентіңіздің барлық жағдайын жасауға жетіп артылады" делінген еді. Мұны көрген даяшы қатты қуанғанын көңілі босап кетеді. Себебі Әсияның тастаған ақшасы оның 6 айлық жалақысымен бірдей еді. Кешкісін даяшы үйіне қайтып, болған жағдайдың барлығын күйеуіне айтуға асығады. Күйеуі әйелінің қуанған жүзін көріп мән-жайды сұрайды. Сонда ол: "Сүйінші Сәбит, сүйінші, жаратқан Жаббар біздің жағдайымызды едәуір жақсартып жіберді. Енді келе жатқан баламыз туралы алаңдамасақ та болады" деп басынан өткенді тізіп айтып береді. Ал Сәбит болса бүгін ғана жолда қалған Әсияға жақсылық жасап, оның қайыры мұншалықты ерте келеді деп ойламаған еді. Осылайша жақсылық амал тек жақсылықпен қайтады екен. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.